Түркістан облысында 2025 жылы 125 мыңнан астам жұмыс орындарын ашу жоспарда бар. Оның ішінде 40%-ға жуығы тұрақты жұмыс орындары. Бұл өңірлік жұмыспен қамту картасы аясында жүзеге аспақ. Ал еңбек бағдарламасы бойынша осы жылы 32 миллиард теңге қарастырылған. Бұл өз кезегінде жұмыссыздық деңгейін төмендетуге сеп болмақ. Осы жұмыс өз деңгейін толық атқарылса, өңірдегі жұмыссыздық деңгейін біз 4-8%-ға түсіре аламыз. Бұл осы салада енді жеңілдетілген гранттар, субсидиялардың жұмыс орындары және мынау қоғамдық негіздегі жұмыс орындары, жастар практикасы сынды мемлекет тарапынан осыны қаржылай қолдау білдірілетін жұмыс орындарын ашу көзделген. Осы бағыттағы жұмыстарды біз ағымдағы жылы белсенді түрде жүргізетін боламыз. 2023 жылы өңірде атаулы әлеуметтік көмек алушылардың үлесі 198 мың адам еді. Ал өткен жылы бұл көрсеткіш 2 есеге төмендеген. Яғни жергілікті билік аймақта жаңа жұмыс орындарын ашып, азаматтардың табысын арттыру арқылы кедейлік шегін төмендетіп отыр. Ал 25 жыл енді біз жоспарымыз бойынша 76 мың адамға атаулы әлеуметтік көмекті беру жоспарлап отырмыз. Бұл мақсатқа 10,6 миллиард теңге жоспарланған. Енді бұл жерде тағы да осы отбасылардың жаңа табыстарын көбейту жолдары қарастырылады. Соның нәтижесінде 24 жылға қарағанда біз осы атаулы әлеуметтік көмек алушыларды 20%-ға төмендетуді көздеп отырмыз. Ал өңірде 99.800 мүгедектігі бар адам есепте тұр. Ол облыс халқының 4,6%-на тең. Мүгедектігі бар азаматтарға қолдау білдіру мақсатында бюджеттен 17,1 миллиард теңге бөлінген. Қаралған қаржы есебінен 67 мыңға жуық техникалық оңалту құралдары мен қызметтер ұсынылды. Жалпы Түркістан облысында 220 мыңға жуық зейнеткер тұрады. Олардың ішінде 8 мыңдай азаматты сауықтыру орындарында демалыспен қамту жайы қарастырылған. Шынар Әділханқызы, Медет Пірәлі, Мұхаммед Әлішері, Түркістан 24.